Докретистит ол көз жасы қапшығының қабынуы, көбінде жаңа туған нәрестелерде жиі кездеседі. Докретистит ол көз жасы мұрын өзегінің бітелуінен пайда болады. Негізгі себебі осы көз жасы мұрын өзегінің туа біткен өткізгіштігінің болмауы. Нәресте туылғаннан кейін пленканың толық ашылмай қалуы салдарынан пайда болады. Негізгі белгісі симптомы қандай? Ол көздегі іріңді бөліністің болуы. Еміне келетін болсақ, негізгі емі көз жасы қапшығына массаж жасау ұсынылады және құрамында антибиотигі бар тамшылар Тобрекс, Табрадекс, Автоквик сияқты тамшыларды күніне 2 рет бір тамшыдан 5 күн қолдану ұсынылады. Көбінде осы емнен кейін нәтижелі жазылып кетіп жатады. Докретиститті біз көбінде 3 ай бақылауда ұстаймыз. Егер 3 айдан кейін қайтпаған жағдайда міндетті түрде офтальмолог дәрігеріне жібереміз, ары қарай көз жас өзегіне зондирование жасау үшін.